жардан құлап өлді деген жауыз әпкесі тірі екен. Өгей енемен бірігіп сіңлісінің жаңа туған қызын ұрлап, сол қыз арқылы зәулім үйге қайта оралған. Арман еткен күйеу жігітіне тұрмысқа шыққан. Зәулім үйдің билігі толық соның қолына өткен. Бауджи төсектен тұрмайтын жалғыз қартқа айналған. Хансини оған тамақ бермей қоятын. Өгей енесі күнде сәнденіп рахат өмір сүретін. Бауджиге қарамайтын. Раджив Куми автобус жарылысында өлді деп ойлаған. Куми мен Санджив сатқындық жасады деп сенген. Содан бері қатал әрі суық жанға айналған. Апайы талай рет Куми жайлы түсіндірмек болғанмен Раджив жоғалған есіне байланысты оған сенбеді. Апайы ашуланып байланысты үзді. Бірақ оған бәрібір болды. Ол Бауджидің шаруасын өз қолына алды, әрі депутаттыққа түсті. Күнде жұмыспен тым қатты айналысып жүрді. Хансини үйге алып келген Нинаны да онша елеп жүрмеді. Хансини Нинаны екеуінің қызы деп өтірік айтты. Екеуі кезінде жақын болғанын да айтқан. Ол екеуінің шынымен болған болмағанын есіне түсіре алмады. Хансини ДНК тапсыруға өзі ұсыныс жасады. Нәтижесінде Нина шын мәнінде оның қызы болып шықты. Хансиниді жек көргендіктен Нинаны да қабылдағысы келмеді. Бірақ депутат болғандықтан ол Хансинимен сырт көзге тату тәтті болып жүруге мәжбүр болды. Зәулім үйге қайтқанда ғана ол жалған бейнесін алып, Хансиниден алшақ жүретін. Хансини Нинаны да ұнатпайтын. Сырт көзден таса жерде оны Куми секілді көріп, жиі жазалап қорлайтын. Нина Хансиниден қатты қорқатын, бірақ ешкімге айтуға батпайтын. Хансини Радживтің алдында мейірімді ана, үлгілі жарға айналатын. Сондықтан Раджив оның артындағы қатыгездігін білмеді. Куми ауылды тастап, анасымен бірге жаңа үй тауып, бірге өмір сүрді. Оның жанында өскен қызы Рита да өзі сияқты мінезі ашық, тентек. Куми кейде оны сөзге көндіре алмайтын. Ол Ританың мектебіне арналған шағын автобус жүргізушісі болды. Әрі мектепте қосымша жұмыстар істеді. Күндері жаман өтпеді. Тек көршілері Ританың әкесін сұрай бергенде ғана Кумидің жүрегі ауырлайтын. Раджив есіне түскенде көңілі құлазып кететін. Бірақ ол өзін бірден жинап алатын. Қыз үшін ол ешкімге жеңілмейтін. Рита нашар оқитын әрі сыныптастарына жиі қиянат жасайтын. Басқа ата-аналар оны директорға шағымдады. Куми оны жақсылап жазаламақ болғанда, Рита жалғыз өзі полиция бөліміне барып Кумиді шағымданбақ болды. Раджив Нинаны мектепке апарды. Бірақ Нинаның мектепте буллингке ұшырап жүргенін білмеді. Оны қоймаға қамап қойған. Сабақ өткенше үйге қайтпай қалған. Раджив бұл хабарды ести сала полицияға жүгірді. Дәл сол сәтте Рита да полицияда болатын. Раджив Ританы көрген сәтте ол оған бір түрлі таныс болып көрінді. Ал Рита деген есім кезінде Раджив пен Куми әзілдеп жүріп, болашақ балаларына қойған есім еді. Рита оның қызын іздеп жүргенін ести сала, "Уайымдамаңыз, қызыңыз әлі мектепте болуы мүмкін" деді. Раджив оның айтқаны орынды деп ойлап бірден мектепке кетті. Солайша Кумимен жолдары қиылыспай өтіп кетті. Кейін ол мектептен Нинаны тауып алып, оның буллингке ұшырағанын білді. Ол Бауджиге өш болып жүргендіктен әкесін іздеп бармайтын. Бауджи оған кеңес берді. "Мен жақсы әке бола алмадым, бірақ сенде жақсы әке болуға мүмкіндік бар" деді. Бауджидің сөзі оны ойландырды. Ол Нинаға жақсы әке болуды шешті. Мектептегі буллинг жасаған балаларды жазалап, Нинаны мектептен шығарды. Рита есіне түсіп, оның қай мектепте оқитынын білу үшін полицияға барды. Полиция қызметкері Ританы жақсы білетін болып шықты да оның мектебін айтып берді. Раджив Нинаны ертіп сол мектепке барды. Нинаны осында оқытқысы келді. Ританы мақтап, "Нинамен дос болсын" деді. Нина өзі әкеншек тебуге алаңға кетті. Балалар оның формасының басқа мектептік екенін көріп оны ойнауға жібермеді. Рита ол балаларға оқ атып, "Нинаға қорықпа, мен бармын, олар сені ренжітпейді" деді. Қолын созып танысты. Нина қорқақтап оның қолын алды. Екеуі тез тіл табысып кетті. Нина алғаш рет әткеншек теуіп, алғаш рет рогатка ойнап, байсызда су жәшігін сындырып алды. Ол қорқып жылап жіберді. Рита болса бәрібір дегендей, "Сынған болса не болды, неге жылайсың" деп қолынан ұстап су шашып ойнауға апарды. Басқа балалар да қосылып бәрі суға шомылып ойнады. Куми мектепте тазалап жүргенде мұғалімдердің әңгімесін естіп, Ританы тез алып кетті. Артынша Радживте Нинаны тапты. Нина Раджив оны Хансини секілді ұрсады деп ойлап қорқып кешірім сұрады. Бірақ Раджив оны жазғырмады. Қайта біраз су ойынын бірге ойнап берді. Екеуі машинаға отырып зәулім үйге қайтпақ болғанда, Нинаның Ританың сөмкесін шатастырып алғанын білді. Раджив мекен-жайды біліп, сөмкені қайтаруға барды. Сол кезде Нинаның жаңа досы Рита екенін білді, бірақ Куми үйде жоқ еді. Раджив екі баланың сөмкесін ауыстырып берді. Нинаны ертіп үйге қайтты. Хансини Радживтің Нинаға көңіл бөліп жүргенін көріп қатты ашуланды. Нина Кумидің қызы. Ол Раджив пен Нинаның жылы әке-қыз қарым-қатынасына жол бергісі келмеді. Нинаны жатақханаға бермек болды. Раджив оны естіп Хансиниді қатты боқтап тастады. "Сен қандай анасың? Бала әлі кішкентай. Оны жатақханаға беруге қалай дәтің барады? Баланың қалауымен өсуі туралы дым білмейсің. Нинаның мәселесін өзім шешем. Хансинидің уайымдауына қажеті жоқ" деді. Осы 7 жыл бойы Хансини Радживпен бірге түрлі шараларға қатысып жүрді. Сырт көзге олар тату. Хансини өзі тоқымалаған тәтті қиялына кіріп алған. Өзі ойлап тапқан ертегісінен шыға алмай қалды. Бірақ Радживтің айқайы оны есінен айырып жіберді. Бәріне Нина кінәлі деп ойлады. "Қыз менің күйеуімді тартып алады" деп. Өгей енесі оның есінен айнағанын көріп іштей қуанды. Раджив келгеннен кейін Аджидің әйелі арқылы жарылған жүгері алып келгізіп, Аджимен бірге театрды тамашаламақ болды. Бірақ Хансини қанша жылдан бері рөл ойнап үйреніп алған ғой. Нинаға тағы да мейірімді ана болып көрінді. Өгей енесі қызық көре алмаса да, Хансинидің шебер ойынын көріп еріксіз мақтады. Рита мектеп формасын бұлғап алды. Куми оған жаңасын сатып алу үшін дүкенге барды. Қайтар жолда қолшатыры желмен ұшып кетіп, мотоцикл айдап келе жатқан Радживтің алдына түсті. Раджив жерге құлап қалды. Куми жүгіріп барып оны тұрғызды. Дәл сол сәтте Радживті
көріп қатты есеңгіреп қалды. Сосын дереу қашып кетті. Раджив Кумиді танымай қалды. Ол Куми өлді деп ойлаған. Бұл тек Кумиге ұқсас адам деп шешті. Куми Радживті қайта көргенде барлық қорлық, жиналған ашуы келіп жанын ауыртты. Қатты жылап жіберді. Бұл қаладан кеткісі келді. Анасы, сен ешқандай жамандық жасаған жоқсың. Саған жамандық жасаған зәулім үйдегі адамдар неге кетуің керек деді. Куми анасының сөзі дұрыс екенін түсінді. Келесі күні Раджив пен Куми екі қыздарын мектепке апарды. Хансини қыр соңынан қалмай Радживпен бірге барды. Мектеп алдына келгенде Хансини Кумиді көріп көзіне сенбеді. Ол Кумидің тірі екенін білетін, бірақ қайта көрем деп ойламаған. Оның мектепте тазалықшы болып жүргенін көріп тіпті қорықты. Демек күнде Нинаны көреме. Ол одан бетер үрейленді. Қасында тұрған құрылыс аймағын көріп, Кумиді ішке алдап кіргізіп, сөрені оған қарай құлатып жіберді. Куми айқайлап жіберді. Хансини риза болып кетіп қалды. Бірақ Раджив кенет жетіп келіп Кумиді жауып қалған сөрені қағып ұстап қалды. Екеуі төгілген бояуға былғанып қалды. Көздері ашылмай қалды. Төбеден су бүркікші қосылып, екеуінің бетіндегі бояуды жуып кетті. Бір-бірінің бет-жүзін көріп екеуі де аң-таң болды. Ер адам 7 жыл бұрын өлді деген әйелінің аман есен көз алдында тұрғанына таң қалды. Ол аң-таң болып, жаңалықтарда шыққан өлілер тізімінде сен жоқ па едің? Әлде әдейі менен қашып жалған өлім жасадың ба деді. Куми, мен ондайды ойламадым. Мені іздеп келу туралы сен еш ойлаған жоқсың деді. Сен мені өлді дедің. Ал менің мәйітімді көрдің бе? Менің телефоныма бір рет болсын қоңырау шалып көрдің бе деді. Раджив керісінше Кумиге ашуланып, ең бірінші сатқындық жасаған сен. Кейін жалған өліп менен қаштым. Неге кінәні маған аударасың деді. Шынымды айтсам, сен өлді дегенде естігенде тіпті жеңілдеп қалдым. Барлық мазам кетірген нәрсе бітті деп ойладым. Бірақ қазір сені қайта көргенде жарам қайта ашылып, саған деген жек көрушілігім оралды деді. Куми оның ауыр сөздерінен танып қала жаздады. Хансини екі адамның бәрібір кездескенін көріп жүрегі тыншымай қалды. Раджив ашумен зәулім үйге қайтып келді. Бауджи мен апайы Кумиді еске алып отыр екен. Ол ішке кіріп сурет тұрған жақтауды жерге лақтырып, сендер кімге дұға тілеп отырсыңдар? Куми өлмеген деді. Бауджи бұл хабарды естіп есінен танып қалды. Шелек пен қасық алып тоқылдатып, Куми тірі екен ғой. Раджив тез барып оны алып келсін деді. Осы жылдары ол қатты қиналып, жалғыз төсек тартып жатып, кейде тамақсызда қалатын. Сол кезде Кумидің оған жасаған жақсылығын қатты сағынатын. Куми тірі екенін естіп, қуаныштан жылап та, күліп те тоқтай алмады. Апайы да шаттанып билеп кетті. Мұның бәрін көрген Хансини ашуға булықты. Өгей енесі де қатты қорықты. Егер екеуінің құпиясы ашылса не болмақ? Аджи де бұл жаңалықты естіп аң-таң болды. Ол өгей енесіне неге Куми өлді деп өтірік айттың деп сұрады. Өгей енесі әйтпесе не, сені Кумиге қайта жабысып жүруімді күтейін бе деді. Мен болмасам қазіргі әдемі әйеліңе қалай үйленер едің деді. Бауджи әлі тоқылдатып жатқан соң, ашуланған Аджи мен Хансини оны сүйреп бөлмесіне апарып тастады. Радживтің ауыр сөздері Кумидің жүрегін жаралады. Ол Рита, кіші қызын көргенде Раджив келіп Ританы тартып алады деп қорқып кетті. Анасы оны жұбатып, Раджив ол кезде баланы мойындамаған, қазірде тартып алмайды деді. Хансини Радживтің Нинаға сылтау қылып Кумиге бармау үшін өгей енемен бірігіп Нинаны әдейі қорқытып, оны қатты шошытып қызуына себеп болды. Ол өзінің жоспары мінсіз деп ойлады. Дәрігер де мүмкін шошынғаннан болды деді. Раджив Нинаның жаңа досын үйге шақырса жазылып кетер деп ойлады. Ол мектепке барып Ритаға Нина ауырып қалғанын, сабақтан кейін келіп ойнап кетсін деп айтты. Куми мектеп формасын алу үшін бұрынғы дүкенге барғанда тағы да Радживпен жолықты. Раджив, сен мені аңдып жүрсің. Әйтпесе неге үнемі кездесіп қаламыз деді. Куми, менде ондай бос уақыт жоқ. Бұл жол сенің меншігің емес, мен де жүре аламын деді. Екеуі тағы да ренжісіп тарасты. Рита Нинаның бос орындығын көріп сабаққа көңіл қоя алмады. Ол бұрын Нина өзінің дәптеріне телефон нөмірін жазып бергенін есіне түсіріп, сыныптан тығылып шығып оған қоңырау шалды. Нина бөлмесінде елес бар деп қорқып тұрғанын айтты. Рита, қорқатын ештеңе жоқ. Мен келіп елесті ұстап берем деді. Ол Нина берген мекен-жаймен зәулім үйге келді де төсектің астына тығылған Нинаны тапты. Хансини перденің артында тағы да қызды қорқытып тұр екен. Қара көлеңкеде Нина шығуға қорықты. Рита сөмкесінен атуға арналған құралын алып Хансинидің басына дәл тигізді. Хансини ауырсынып айқайлап Ританы шапалақпен ұрмақшы болды. Бірақ Раджив тоқтатты. Хансини керісінше алдымен жаманатты қылып, бұл қайдан келген тентек қыз деді. Раджив, оған балалармен ұрыспа, барып оларға тамақ дайындап бер деді. Хансини мейірімді ана кейпін сақтау үшін амалсыз кетті. Рита біраз ойнап болған соң асығып үйіне қайту керек екенін айтты. Анам қатал деді. Раджив, онда келесі жолы анаңмен сөйлескен соң қайта келіп ойнайсың деді де Ританы үйіне апарып тастады. Жұмыспен айналысқан үшін ол ішке кірмеді. Куми Ританың сабақтан қашқанын білгенде ұрыспақ болды. Бірақ Нинаның жағдайын естіген соң ашуы суыды. Рита тентек болса да жүрегі таза, өте батыл. Куми қызының батылдығынан жігерленіп, мен қалай қорқақпын, мен де күшті ана болам, баламды қорғау керек деді. Келесі күні ол өзін сәндеп, сенімді түрде мектепке барды. Раджив оны көріп көзін ала алмай қалды. Ол да соңынан ере кірді. Бірақ аузы бұрынғыдай ашы. Ол бұрын зәулім үйдің үлкен келіні едің. Енді қалай автобус жүргізушісіне айналдың деді. Куми, мен адал еңбек етіп жүрмін. Ұялатын ештеңе жоқ деді. Ол кетейін деп жатқанда бір ата-ана тоқтатып, баласы Кумиден қатты айырылмайтынын айтып үл сыйлады. Куми әдейі өзін Радживсіз де жақсы өмір сүріп жатқандай көрсеткісі келді. Сонда Раджив мазасын алмайды деп ойлады. Раджив қызғаныштан тұншығып тұрды. Куми оның жанына өтпек болғанда тайып кетіп, Раджив ұстап алды да келесі сәтте қайта жерге тастай салды.
Куми неге олай істедің деді. Раджив сен мектеп автобусын жақсы жүргіземін дедің ғой. Мынадай ұсақ нәрсенің өзін игере алмайсың ба деді. Куми сөз таппай қалды. Сабақтан кейін Рита Нинаның үйіне баруға рұқсат сұрады. Бұл жолы Куми қарсы болмады. Екі қыз зәулім үйде қатты шулап ойнап, Хансинидің басын ауыртты. Апайы оларға манго шырынын берді. Нина Бауджидің де манго шырынын жақсы көретінін айтып, оған бір стақан апармақ болды. Бірақ Бауджи өз бөлмесінде жоқ екен. Бауджи Аджи тарапынан қоймаға тасталды. Екі бала дыбысты іздеп сол жаққа барды. Терезеден секіріп қоймаға кірді. Бауджи жерде аштан өлгелі жатыр екен. Біршама манго шырынын ішкен соң ғана есін жиды. Ританы көрген сәтте оны Куми деп ойлап тоқтаусыз Кумиге қарай дірілдеп дауыстады. Бауджидің хәлі нашар екенін көрген екі бала дауыстай бастады. Раджив дауысты естіп есікті теуіп ашты. Бауджидің осында қамалып қалғанын көрді. Оны бөлмесіне апарып салғаннан кейін Хансинилерге ашуланды. Бауджи қателескен шығар. Бірақ ол Бауджи екеуміздің арамыздағы мәселе. Сендерге оны осылай қинауға кім рұқсат берді деді. Хансини сасып қалды. Кумиді көргелі бері оның өмірі астан-кестен болды. Ол Радживпен қарым-қатынасын жақсартпаққа тағы да айла жасады. Бірақ қанша сыланып сәнденсе де Раджив оған көңіл бөлмеді. Ол білмегені осы сәтте Радживтің жүрегі қайтадан Кумиге ауып кеткен еді. Ританы шығарып салған соң ол Кумиді жасырын бақылай бастады. Куми оның соңынан еріп жүргенін баяғыда-ақ білген. Өзінің үйін білмеу үшін Куми көрші үйге әдейі шай ішуге барды. Раджив жасырын түрде артынан кірді. Бірақ үй иесі оны көріп ұра айқайын салды. Көршілер бірден жиналып қалды. Раджив қорқып дуалдан секіріп қашты. Аяғын қайырып алып сүрініп қалды. Ол қайта тұрып жүгіре жөнелді. Әрең құтылғанда Куми оның бетпердесін жұлып алып, "Бұл зәулім үйдің жігіті мұнда не істеп жүрсің?" деп сұрады. Раджив ашулы түрде, "Мен тек сені жазалауға мүмкіндік іздеп жүрмін. Сенің мені сатқаныңның өтеуін қайтармақпын" деді. Сосын ақсақ күйі мотоциклге мініп үйіне қайтты. Әрбір тыншымай мектеп күзетшісінен Куми жайлы сұрайды. Күзетші оған Куми тұрмыста күйеуі сымбатты, сауда салада істейді. Екеуінің 4 баласы бар. Өте бақытты тұрады деді. Мұның бәрін Кумидің алдын ала айтып қоюын өтінгенін ол білмеді. Кейін Раджив күзетшіден Кумидің үйінің қайда екенін сұрады. Күзетші нақты білмегенмен шамамен бағыт көрсетті. Куми дереу үйіне осып барды. Көршісінің баласын жұбатып отырғанын көріп, өзі қарап берейін деп ұсыныс жасады. Көрші шығарда 3 баласына қоштасып шығып бара жатты. Раджив шынымен 4 бала бар екенін көріп, Куми жақсы туатын екен деп әзілі аралас қыдырып сөйледі. Куми өзін бақыттымын, сен енді мазалама деп жауап берді. Раджив күйзеліп сыраханаға барып мас болды. Қасындағы үстелде отырған адамдарды Куми мен әлгі көрші еркек деп ойлап, барып ұрып жібермек болды. Даяшы оны сыртқа сүйреп шығарды. Раджив зәулім үйге келіп бірден Бауджидің бөлмесіне кіріп Куми тұрмыста 4 баласы бар деп жылап айтты. Бауджи бұл мүмкін емес. Куми ондай емес деді. Раджив сенбей Бауджидің тізесіне жабысып жылап ұйықтап қалды. Келесі күні көшеде ол Кумидің күйеуі деп ойлаған ер адамды басқа әйелмен сөйлесіп тұрғанын көріп, оны Кумиді сатып кетті деп ойлап ұрмақшы болды. Ақ кейін өзінің Куми тарапынан алданғанын білді. Ол барып Кумиді әшкерелеп күйеуің неге көрінбейді? Қандай адам деп сұрады. Куми күйеуімді қорлама, ол менің ең жақсы көретін, ең сыйлайтын адамым деді. Раджив бұрын ол сөзді маған айтатын едің ғой. Жоқ әлде сен менен де артық жан таптың ба деп ойлады. Кенет ол үймен қатынас үзіліп кеткен Сандживті есіне алып, Кумидің күйеуі сол болуы мүмкін деп күдіктенді. Дереу адамдарын жіберіп Сандживтің қайда екенін анықтауды бұйырды. Куми Ритаға туған күн кешін жасамақ болды. Рита Нинаның дәптерінен екеуінің туған күні бір күн екенін көріп, Нинадан ол күні не істейтінін сұрады. Бірақ Нина туған күн тойлап көрмегендіктен не екенін де білмеді. Куми Ритаға Нинаны шақыруды, оған тосын сый жасауды, екеуі бірге туған күн тойлауды ұсынды. Нина Радживтен рұқсат алған соң келуге келісті. Туған күн күні Нина Раджив алып барсын деген. Бірақ Раджив жұмыспен айналысып босамағасын, Хансини Нинаны ертіп барды. Куми Нинаны көргенде ерекше жақын тартты. Нина да Кумиді ұнатып қалды. Артынан сыйлық көтеріп келе жатқан Хансини есіктен сығалап Ританың анасы кім екенін көрмек болды. Бірақ Кумиді көріп қатты шошыды. Хансини бар айласын салып Бауджидің бір егіз қызын ұрлап алған. Бірақ 7 жылдан кейін бұл екі егіз қыз жақын дос болып бір үйде кездеседі деп ойламаған. Олардың тері реңі әртүрлі болғандықтан ешкім ұқсастықты байқамады. Хансини қорыққаннан үйге кіре алмай, есі шығып зәулім үйге қайтты. Раджив апайынан бүгін Нинаның туған күн екенін білді. Бұрын бұл жайлы еш ойламаған. Үнемі апайы Нинаға жасырын тәтті жасап беріп жүрген. Ол қатты ұялып, апайына туған күнге дайындауға тапсырма берді. Хансинидің жалғыз өзі үйге келіп тұрғанын көріп, Нина қайда деп сұрады. Хансини әлі өзіне келе алмай тұтығып, Нинаны ұмытып қалыппын деді. Раджив бұндай сала ғана бола ма, тіпті саған да Нинаға да ДНК жасау керек шығар. Сен оның туған анасы ма дегенде, Хансини қорқып кетіп, мен 100% оның анасымын. Қазір барып алып келем деді. Раджив керек емес, өзім барып аламын деді. Хансинидің жүрегі аузына тығылды. Бүгін сырым ашылатын сияқты деп қорықты. Ол машина жүксалғышына тығылып алып, Радживпен бірге Кумидің үйіне қайта келді. Бұл жолы Раджив есікті қағып еді. Есікті анасы ашты. Раджив көзі жазылғаннан кейін анасын көрмеген. Сондықтан танымай қалды. Анасы оны көріп қатты таңғалды. Не үшін келгенін түсінбей қалды. Нина жүгіріп шығып әке деп айқайлағанда ғана бәрін білді. Ол Куми бұны білсе қатты қиналатынын ойлап шошып кетті. Хансини сыртта тығылып қатты алаңдап тұрды. Бірнеше бала доп ойнап жатқанын көріп, ол бір идеяға келді. Жердегі допты көтеріп, бір баланың бетіне лақтырды. Сонда екі бала ұрсысып кетті. Куми барып татуластыруға тырысты. Балаларды үйлеріне алып кетті. Рита бастапқыда Раджив Кумиді көрсетеді. Бірақ Куми дәл сол сәтте үйден шығып кетті. Сол себепті Раджив Нинаны алып қайтпақ болды. Нина Ританы туған күн мерекесіне шақырды. Анасының ішінде бір түрлі сезім пайда болды. Екі бала бірдей жылай күні туылған. Қалайша осынша сәттілік? Хансини жоспары сәтті болып, ол өте мақтанып тұрды. Үйге келгенде ол сабырлы болды. Өйткені ол шешіп қойған. Бүгін осы егіздердің соңғы күні. Бүгін
олардың туған күні, сонымен қатар олардың еске алу күні болады деп бір клоун шақырып, сиқыр көрсету сылтауы арқылы Ританы торға қамап тастады. Сырттан торды әдейі өртеп, Ританы ішінде қалдырды. Қонақтар қорқып қашып кетті. Раджив пен Аджи жұмыс жайында сөйлесіп отырды. Оны ұстап қалу мүмкін болмады, бірақ торға құлып салыныпты. Раджив бірден аша алмады. Өгей енесі бірінің өлгені де жақсы деп күбірледі. Рита түнге уланып есінен танып қалды. Раджив абыржып торды қолымен қайырып ашып, Ританы құтқарып алды. Раджив Ританың анасын шақырып, бұл оқиғаны хабарламақ болды. Хансини жүгір келіп оның телефонын алып қойды. Өгей енесі Нинаның телефонын да алып қойды. Телефон тапаған соң Раджив тоқтады. Рита есін жиған соң анасына айтқысы келмейтінін айтты. Анасы уайымдап келесіде сыртқа шығармай қоюы мүмкін. Раджив келісті. Кейін Ританы үйіне жеткізді. Аджи алдын ала бірнеше жалған полицей тауып, Нинаның телефоны жоғалды деді. Оны Ритадан көрді деп Кумиді алып кетті. Раджив пен Кумидің уақыты қабыспай қалды. Куми кейін қайта босатылды. Раджив пен Куми бұрын кездескенде оларды біреу жасырын суретке түсіріп алған. Раджив мас болып тавернада адаммен төбелескен. Оны да біреу видеоға түсіріп, интернетке жүктеген. Кейін бұл суреттер оның кеңсесіне жіберілді. Бұл теріс жаңалықта танымал адам ретінде беделіне қатты әсер етті. Жанкүйерлері наразылық білдірді. Суреттердегі Кумидің жүзі бұлыңғыр етіп өңделген. Хансини Радживке мұның бәрін әдейі істеп жүрген сол. Әйел деп ишарат жасады. Радживті қаралап, орнынан түсіргісі келіп жүр деді. Ақымақ Раджив Хансининің сөзіне шын сеніп қалды. Ақ-қарасын ажыратпай келіп Кумиден жауап талап етті. Неге өзін қаралап жүргенін сұрады. Егер шынымен жек көрсең ашық әдіспен күрес деп айқайлады. Куми ашудан жарылардай болды. Дәлелің жоқ тұрып менен жауап сұрауға қалай дәтің барды деді. Мен бұл жерде 7 жыл өмір сүрдім. Сенімен байланыспадым. Бірінші болып өзің келдің. Саған деген соңғы құрметімді сақтап, менен алыста. Келесіде осылай қорласаң, мен бұлай сабырмен сөйлемеймін деді. Куми екі адамның суретін жыртып лақтырып жіберді. Раджив ішінен ашуға булықты. Ол енді Нинаны мектепке апармады. Бұл міндетті Хансиниге тапсырды. Хансини масаттанды. Енді ол Нинаны басқа мектепке ауыстырудың амалын ойлады. Осылайша Нинаның Кумимен қайта араласуын тоқтатпақ болды. Кумиге мектеп директоры қоңырау шалды. Оның Радживпен мектеп алдында айқайласқанын мұғалімдер көріп қалған екен. Раджив танымал адам, көпшілік оны таниды. Сондықтан директорға шағым түсірген. Директор Кумиден абай болуды сұрап, мектепке жаман әсер қалдырмауды ескертті. Раджив Ританың жарақатын көруге келгенде ашулы Кумимен кездесіп қалды. Тағы да екеуі ұрысып қалды. Куми Радживті ескертті. Мен осы екі қолыммен тірлік құрып, шаңырақ көтердім. Сен оны бұзуыңа жол бермеймін деді. Ол бір кірпіш алып, Радживтің алдыңғы әйнегін сындырып жіберді. Егер айтқанымды тыңдамасаң, мен сенің бар дүниеңді қиратып тастаймын деді. Раджив мен сені енді мүлде көргім келмейді. Өміріме араласпа деді. Артынан ілесіп келген Хансини бұл көрініске күліп жіберді. Өзі ештеңе істемей-ақ екеуі бір-біріне жау болыпты деді. Апайы байқаусызда Нинаның телефонынан түсірілген суреттерді көріп, Куми Ританың анасы екенін білді. Ол бұл жаңалықты Бауджиге айтты. Демек Рита Радживтің қызы. Бауджи қатты өкінді. Егер сол кезде Радживтің құлағына күдік салып қоймаса, мұның бәрі болмас еді деді. Апайы да Кумиді Сандживке жалған некемен қосқанына өкінді. Екеуі бір жоспар құрды. Куми мен Радживті қайта ғашық қылу. Бауджи Нинаның атынан Ритаға хабарлама жіберді. Кумиді мектепке алдап шақырды. Апайы Радживке қоңырау шалып оны да мектепке шақырды. Олар қолайлы сәт тауып, Раджив пен Кумиді бір бөлмеге қамап қойды. Алғашында екеуі де мұны бір-бірінің қақпаны деп ойлап қайта ұрысты. Көмекке хабарласайын десе телефон өліп қалған. Түнде Куми тышқаннан қорқып Радживтің құшағына құлады. Екеуі тынышталды. Таңертең мұғалім есікті ашқанда екеуі жерде бірге жатқан еді. Олар іште қамалып қалғанын түсіндірді. Бірақ мұғалімдер сенбеді. Бәрі Радживті таниды. Ал Куми түр жағынан әдемі емес. Сондықтан олар мұны Куми Радживке жабыспақ болған қастандық деп ойлады. Директор Кумиді жұмыстан шығару туралы шешім қабылдады. Раджив ашуланып, Куми менің бұрынғы әйелім, біз бұрыннан таныспыз. Ол сендер айтқандай нашар емес. Оны қорлауларыңа жол бермеймін деп айтты да Кумиді жетектеп алып шықты. Куми іштей қуанды. Олардың жанжалының түбі Радживтің сенбеуі болса да, Радживтің адамгершілігі бұрынғыдай екеніне көзі жетті. Жүрегінде оған деген көзқарасы өзгере бастады. Мектеп мерекелік кеш ұйымдастырып, Радживті шақырды. Куми барғысы келмеген, бірақ осы оқиғадан кейін ойланып баруды шешті. Анасы ескерткісі келді. Раджив үйленген, баласы бар. Нина оның қызы, бірақ айтуға дәті бармады. Нина мен Рита қойылымға таңдалды. Хансини Раджив Куми мен Ританың байланысын біліп қояма деп қатты қорықты. Сондықтан бір қызметкерді сатып алып, екі мұғалімді есінен тандыртты. Балалардың сахнаға шығуын тоқтатпақ болды. Бірақ екі қыз да әр ата-анасын сахнаға шақырды. Амалсыз Раджив пен Куми киім ауыстырып, грим жасап шықты. Сахнаға шыққанда ғана бір-бірінің кім екенін білді.